ол кісілер сол Сирияда қаза тапқан жақындарының өлімі туралы айтқанда ешбір эмоцияға берілмейді, қайғырмайды, шімірікпейді. Осының мәнісі не деп ойлайсыз? Мен сол байқаймын да, мысалы әйелдерді көріп отырамын. Біз әйелдерді көремін ғой, күйеулердің қазасы туралы айтқан кезде мүлдем шімірікпейді. Солай болу керек сияқты бола ма, сондай бір. Біз есіңізде ме, анау Алматы облысында біз түзеу мекемелеріне кірдік қой? Есіңізде ме? Мен мысалы үйреніп қалғам да, мен де андай түзеу мекемесіне кіре беремін, андай бір не болмайды, білмеймін. Күйзеліс қысым болмайды ғой. Кәдімгідей кіріп отырып, сол жерде шай ішіп, тамақ жеп, бұйырған дүниені өзіміз алып бардық қой, негізі тамақты. Мен соны қатты есімде қалды да. Біз менің ойым былай да негізі. Күніге өлім көргеннен кейін, ол жылаудың да пайдасы жоқ деп түсіне ма, болмаса жылай алмайды, болмаса үйреніп қалғандай еді. Күніге айналасын адам өліп жатқаннан кейін, қалай десем, еті үйреніп кеткен шығар деп ойлаймын. Олар былай ойламай ма? Жаңағы ол шейіт болды, Алланың жолында қаза болды, Алласына раббысына қайтты деген сияқты. Олай ешқайсысы ондай сөз айтқан жоқ. Біріншіден, екіншіден олар шейіт болды деп айту айта алмаймыз, негізі шыны керек. Отанын қорғап кеткен жоқ қой. Отанын қорғаса шейіт болады. Біреудің барып, отбасына барып, ойран салып, ол шейіт болатын дәреже емес. Енді ол айтпайды ғой, оны айтқан жоқ деп жатқаным ғой, және ондай сұрақ қойған жоқпыз біз оған. Ауыр сұрақ қойған жоқсыздар ғой. Қалай десем, онымен құзырлы мекемелер жұмыс істеді ғой. Мүмкін солар қойған шығар, біз ондай неге кірген жоқпыз. Жалпы деп жатқаным ғой. Адамның еті үйреніп кетеді ғой. Адамның еті де беті де үйреніп кетеді. Мақал бар ғой, диірменде туған тышқан тырсылдан қорқпайды деген сияқты. Сондай сияқты ғой. Мысалы, имамдарды байқасаңыз, имамдар адам қайтыс болған жерде өзін әдемі ұстайды ғой. Үйреніп кеткен ғой. Себебі оның еті де үйренеді. Үйренеді ғой адам, дұрыс па? Ондай деп жатқан мен мешітте жұмыс істедім ғой. Бір күні бір қыз енді өзін неғып қойыпты. Үйіне бардым. Қыз бала ғой. Мынаны шешіп алайық десем, ешкім келмейді ғой. Қорқама өліктен. Қорқып сосын мен оны бетіп ұстасам, мен ұят қой, мен ұстауға болмайды ғой, маған не болды десем, ешкім келмеді. Не құдай кешіре көр дедім де, не істеймін, бет көтеріп алдым. Оны көтерген кәдімгідей ұстап көтересің, ыңғайсызданып жатырмын. Жап-жас қыз бала. Сосын алдым оны, қойдым, барлығын шешіп алдым. Киімдері жыртылған, әуреттер көрініп жатыр. Анеден де өзіне қол жұмсап қойғаннан кейін, аналар қатты қой, мен соны мысалға түсіме де кірген жоқ, ойланған жоқпын. Мәселе мен қорқпаймын деген сөз емес. Мен қорқып жатсам, мен уайымдап жатсам, сонда аналарға не болады? Алғашқы жылдары менде болатын аяғым дірілдейтін, қорқатын, кейін өзім дайындадым. Сен дірілдеме, сен қорықпа, сен уайымдама, өлден емес тіріден қорқ, өлілер лақтырмайды, тірілер лақтырады деген сияқты да. Өлілер алдамайды, тірілер алдайды деп өзім сөйтіп дайындап не қылдым да. Ана кісілер де сөйтіп үйренген шығар деп жатқаным ғой. Моргта жұмыс істейтін адамдар кәдімгідей шайын ішіп, тамағын жеп, ананы кесіп жүре береді. Ол мәселе сода ғой. Сосын мысалға мынандай дүние. Сіз камераға сөйлей бересіз. Камерадан қорқатын адамдар бар. Сөйлей алмайды деп дірілдеген кейін. Сондай дүние ғой.